Сәлеметсіз бе? Осы видеода NL International компаниясындағы табыс табу мүмкіндігін түсіндіргім келіп отыр. Компания NL International деп аталады. Ресейлік компания нарыққа шыққанына 17 жыл болған, Қазақстанға келгеніне 3 жылдан асты. Қазақстанның өзінде 3 жылдан бері жұмыс жасап жатқан менеджерлер бар болғанымен, ең жоғарғы квалификацияны жапқан менеджер әлі Қазақстаннан шыққан жоқ. Сондықтан қазірден бастап командамызға қосылсаңыз, алдағы уақытта белсенділік танытып, жақсылап жұмыс жасап, аз уақыттың ішінде жоғары қаражатқа жетуге мүмкіндігіңіз бар. Ресейлік компания 2000 жылы ашылған, яғни биыл 17 жыл компанияға. International болғаннан кейін ол халықаралық, яғни Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан сияқты мемлекеттерде бұл компания бар. Ең біріншіден сізге компаниядағы табыс табу жолын түсіндірейін. Табыс табу жолы компанияда 3. Ең бірінші бұл компанияға тіркелу тегін екендігін біліңіз деп айтқым келеді. Тіркелу тегін, тіркеле салып сіз мынандай ID аласыз. ID мен пароль аласыз, яғни личный кабинетке кіру мүмкіндігі. Личный кабинетке кіріп сіз өнімдермен танысасыз, жұмыспен танысасыз. Жалпы барлық сұрақтарыңызға жауап ала аласыз деп айта аламын. ID алғаннан кейін сіз біздің командамызға қосыласыз. Яғни сізді біздің чатымызға қосамыз. Сол чатта сіз сияқты, біз сияқты жұмыс жасап, жетістікке жетіп, немесе қазір жаңадан жұмыс бастап жатқан менеджерлер бар. Табыс табудың түрі бұл компанияда 3. Ең біріншісі личный объем, екіншісі групповой объем, үшіншісі бонус наставника деген. Бұл үшеуін де қатар алып жүруге болады. Ең бірінші личный объем дегеніміз не? Личный объем деген сіздің өзіңіздің жеке ID-іңізбен жасалатын сауда. Мен бұны сауда деп атаймын. Өйткені қалай? Мысалға сіз ай сайын супермаркетке барып сауда жасайсыз. Сабын, шампунь, чай, кофе, шоколад, порошок, боянатын заттар, үй тазалайтын, ыдыс жуатын, кір жуатын деген сияқты үйге керек өнімдерді сіз аласыз. Сол өнімдердің барлығы біздің компанияда бар. Ол өнімдер сізге супермаркетте ешқандай балмен, еш нәрсемен белгіленбеген, тек қана алдыңыз, кеттіңіз, еш нәрсесін қайтарып бермейді. Ал біздің компанияда әрбір өнімнің өзіне қатысты балы бар. Балды бізде PV деп атайды. Яғни PV деген бал, және де бір PV мынанша теңге деген ұғым бізде жоқ. Себебі жаңа айтып кеттім, компания халықаралық болғаннан кейін әр елдің валютасы әртүрлі, сондықтан теңгеге, сомға, рубльға шаққанда неше түрлі баға шығып кетеді. Сондықтан әр өнімге белгілі бір PV мен бағасы бар. Мысалға біздің ең жаңағы флагманский дейді ғой, ең бірінші өнім Energy Diet компанияның жаңағы 23 түрлі дәрумендер мен минералдарға толыққан коктейль, функциональное питание дейді орыстар. Салмақ тастау, салмақ қосу немесе дәрумен ретінде ғана қабылдауға болады. Бұл Energy Diet'тің бір банкасы 18 PV, 10.500 теңге. Тура сол сияқты 250-ге жуық өнім бар. Сол өнімнің барлығының бағалары мен PV-лары белгіленген. Ең кемінде мынау ID сізге бір айға берілді, тіркелгеннен кейін, тіркеліп кемінде 35 PV жасасаңыз, ең біріншіден мына ID-іңізді 6 айға созасыз. Яғни 6 айдың ішінде сізге бизнесті үйреніп, басқаларға да үйретіп, команда жинауға мүмкіндік болады. 35 PV-ді жасаған кезде өзіңізге керек сапалы өнімді аласыз. Біріншіден, екіншіден компания сізге 2300 теңгеңізді қайтарып береді. Мысалға, сабын, шампунь, чай, кофе дегендерді жаңағы супермаркеттен алсаңыз, сізге ақшаңызды қайтарып бермейді. Біздің NL-де қайтарып береді. 35 PV деген шамамен 20-23 мың теңгенің көлемінде шығады.
Екіншіден, осы өнімдерді өзіңіз пайдаланып, таныс, туыс, достарыңызға ұсынып, заказ алып, PV жинап бастасаңыз, 70 PV-ға толған кезде компания сізге 4340 теңгеңізді қайтарып береді. Бұл жерде 70 PV деген осылай, шамамен 40-45 мың теңгенің көлемінде. Яғни сіз 45 мың теңгеге, мысалға, жаңағы таныстарыңыздан заказ алып PV жинадыңыз, сізге компания 4340 теңгені қайтарып берді. Компанияда жұмысты бастап, 3 ай қатарынан 70 PV-ден жасасаңыз, 4-ші айдан бастап сіздің айлығыңызға 14% ақша қосылады. 200 PV-ға толған кезде сізге компания 20 мың теңгелей, 13 мың бонус. Яғни сыйлық шотына береді. Яғни сіз 200 PV жасай отырып, 33 мың теңгенің көлемінде ақша аласыз. 200 PV жасап, 33 мың теңге аласыз. Бұл жерде, бұл личный объем, ең бірінші, мен бұны сауда деп атаймын, өйткені сіз ай сайын 200 PV-ді өзіңізге өнім алып жасап отыра алмайсыз, ай сайын өзіңізге 35-70 PV-ға өнім алуыңыз мүмкін. Мысалға, мынандай суммаға. Қалғанын сіз достарыңызға, таныстарыңызға ұсынып, заказ жинау арқылы жасасаңыз болады. Яғни, ай сайын сауда жасап отырған кезде сізге ақша түседі, сауда жасамай қалсаңыз сізге ақша түспейді. Екінші, групповой объем деген, мысалға, сіз компанияға келдіңіз. Келдіңізде өзіңіздің ай сайынғы активность, ай сайын команда жинағаннан кейін міндетті түрде кемінде 70 PV болу керек. 70 PV деген активный менеджер, яғни команда жинап, команданың жасаған бонусын алу үшін сіз міндетті түрде активный менеджер болу керексіз, Келіп бір құрбыңызды бизнеске шақырдыңыз, көршіңізді шақырдыңыз, апаңызды шақырдыңыз, және де бір досыңызды шақырдыңыз. 4 адам сіздің командаңызға келді. Бұл жерде, бұл жаңағы маркетинг планды түсіндіріп, компанияға бизнес жаңағы партнер ретінде адамдарды шақырған кезде сіз табыс табу мүмкіндігі бар екенін жеткізесіз, оларға. Содан олар сіздің астыңызға тіркеледі. Сонда бұл компанияға келген адам ақша керек деп келеді. Ал ақшаны табу үшін ең бірінші компанияның өнімін тұтынудан бастау керек. Яғни ең бірінші 35 PV-ден бастау керек. Сіз компанияға қалай келдіңіз, сіздің шақырған адамдарыңыз да тура сол сіз сияқты келіп өнімді тұтынады. Сонда объем жүріп бастайды, Мысалға, бір құрбыңыз 100 PV жасады. Бір құрбыңыз сразу айлыққа шығайын деп 200 PV жасады. Бір құрбыңыз 130 PV жасады. Содан кейін көршіңіз 50 PV жасады, мысалға. Мына жерде командаңызбен бірге жасаған, командаңыздың жасаған PV-лары сіздің групповой объемға қосылып отырады, Міне, өзіңізде 70, 170, 370, 400, 500, 550 PV. Командаңызбен бірге жасаған ең кемінде 500 PV болса, сіздікі. Личный объемыңыз 70 PV, командаңыздікі 500 PV болса, сіз ең алғашқы квалификация старт менеджерді жабасыз. Старт менеджер деген квалификация сізге нені береді? Сіз біріншіден лидер боласыз, екіншіден сізге мынау 500 PV-ға жұмсалған бүкіл командаңыздың товар оборотынан 4% ақшасы сізге түседі. Екінші, айттым ғой, әрбір келген адам ақша деп келеді. Әркім өзінің командасын жинайды. Сонда сіздің командаңыздың шақырған адамдарының барлығының жасаған PV-лары сізге түсіп отырады. Біреу 10 PV жасайды, біреу 20 PV жасайды, біреу 300 PV жасайды, мысалға, біреу 40 PV жасайды. Соның барлығы сізге групповой объемға қосылып отырады да, сіздің PV-іңіз көбейе береді. 500 PV-ден кейін 1000 PV болған кезде сіз екінші квалификацияны жабасыз, бұл мастер. Мастердің жаңағы шығатын ақшасы бүкіл мастердің 1000 PV-ға жұмсалған товар обороттан 7% алады. Мастердан кейінгі 2000 PV мастер элит. Мастер элит 14% алады товар обороттан. Одан кейінгі 3000 PV жасаған менеджер командасымен бірге, ол жұлдыз квалификациясын жабады, стар, Жұлдыздың ақшасы товар обороттан 21%. Бұл жерде
бұл табыс табудың екінші көзі. Бірінші көзі өзінің жаңағы жеке жасаған саудасынан түседі, екіншісі командасына шақырған, команданың жасаған бонусынан, жаңағы команданың жасаған ақшасынан бонус алып отырады, Сондықтан квалификация жабуға тырысу керек. Бірінші квалификацияны жапқан адам екінші квалификацияны міндетті түрде жабады. Сондықтан ең алғашқы квалификацияны жапқанға дейін үйреніп алсаңыз, ары қарай тіпті оңай болады. Бұл бізде табыс табудың екінші көзі. Енді табыс табудың үшінші көзі бізде бонус наставника. Сіздің өзіңіздің тікелей командаңызға бірінші линияңыз, мынау сіздің бірінші линияңыз, бірінші линияңызға тіркелген әрбір менеджердің 70 PV-нан жоғары қарай сізге 4340 теңге әр адамнан түсіп отырады. Әрбір 70 PV-дан жоғары жасаған адамнан 4340 теңге түсіп отырады. Бұл жерде компания сізге бұл ақшаны не үшін береді? Сіз командаңызға менеджерді шақырып, сол менеджерді тұтынушы болуға үйреткендігіңіз үшін. Алдағы уақытта ол менеджердің өзі өседі ғой, командасы өсіп. Сонда оның объемы көбейіп, ол да лидер болып отырады. Сонда сіздің квалификацияңыз көбейген сайын, сіздің ақшаңыз көбейіп отырады. Бұл жерде командаға адам шақырып, оған 70 PV-ді жасату ғана емес, командаға адам шақырып, сол адамды лидерлік қабілетін қалыптастырып, оны өсіру. Менің мақсатым сол. Мысалға қараңыз, 10 адам тіркеп, 10 адам 70 PV-дан жасаса, сізге 43400 теңге шығады. 20 адам тіркесеңіз 86800. Яғни неғұрлым көп адам тіркеген сайын, соғұрлым сізге жақсы болады. Бұл жерде старт менеджердің айлығы бізде 30 000 теңге мен 60 000 теңгенің арасында. Мастердің айлығы 60 000 теңге мен 100 000 теңгенің арасында. Мастер элиттің айлығы 100 000 мен 150 000 теңгенің арасында. Жұлдыздың айлығы 150 000 теңге мен 300 000 теңгенің арасында. Бұл айлық қалай шығады? Адамдар енді көп жаңағыдай қарсы пікірлер болады, қайда ондай көп ақша деп. Бұл жерде сіздің неғұрлым квалификацияңыз көбейген сайын, соғұрлым сіздің товарооборот көбейіп отыр деген сөз. Ал товарооборот көбейген сайын, бұл жерде ақша көп. Сол ақшадан процентті сізге түсіріп отырады. Бұл жерде мысалға 3000 PV-ді сіздің жалғыз өзіңіз жасауыңыз өте қиын. Бір ай жасайсыз жарайды, екінші айда, үшінші айда уже ары қарай өте қиын болады. Сондықтан команда жинап, командаға үйретіп, командамен бірге өскен жақсы. Бұл жерде сіздің астыңыздан лидерлар шыққан сайын сіздің квалификацияңыз тіпті көбейе береді. Қалай? Мысалға, жұлдыз деген квалификация бұл ең бірінші лидерлік квалификация. Бұл квалификацияны жапқаннан кейін сіздің өзіңіздің бірінші линияңыздан, бір жұлдыз шықса, сіз 1S боласыз. Екінші жұлдыз шықса, сіз 2S боласыз. Үшінші жұлдыз шыққан кезде сіз DS боласыз. DS деген Diamond. Так, Diamond Star, яғни бриллиантовый жұлдыз, гаухар жұлдыз. Бұл жерде бұл квалификацияны 6 ай бойы дәлелдеп, яғни 6 ай бойы осы квалификацияның товарооборотын жүргізіп, компанияның сыйлыққа беретін тегін автокөлігін аласыз. C180 немесе CLA. Өзіңіздің таңдауыңызға қарай екі түрлі көліктің біреуін таңдайсыз. Бұл жерде 6 ай бойы мынау 3 жұлдызыңыз өзінің жұлдыз квалификациясынан түспеу керек. Бұл жерде уже бір рет жұлдыз болғаннан кейін ары қарай өзі жаңағы көтеріліп кете береді. Мен енді өзімнің практикамда бар. Біздің квалификациямыз қазір DS деген 3 жұлдыз, Бұл жұлдыздарымыздың өздерінің жұлдыздары бар. Сондықтан бұл бизнеске келген адам өсем деп келеді. Осыны үйреніп алсаңыз, жақсылап, уже қаражаттың жақсылап жаңағы ай сайын көбейетіндігі мүмкін. Сондықтан біздің командамызға қосылыңыз. Егер осы видеоны жіберген адам біздің командадан болса, міндетті түрде сізді тіркеп біздің чатымызға қосады.
Чатқа қосылғаннан кейін сіз ең бірінші барлық сұрақтарыңызға жауаптар аласыз. Екіншіден, команда қалай жинау керек, ол үшін не істеу керек, қанша уақытта қалай мынандай табысқа шығуға болады. Соның барлығын, күнделікті барлық сұрақтарыңызға мынау лидерларымыздың барлығы жауап беріп отырады. Біздің өзімізде жалпы обучение жағынан жақсы. Біздің командамызда неғұрлым көп лидер шыққан сайын, соғұрлым біздің айлығымыз өсіп отырады. Сондықтан біз лидерларды шығаруға тырысамыз. Болады, осы видеоны көріп болғаннан кейін міндетті түрде жаңағы кері байланыс беріңіз. Рахмет.